Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен отырған кезде оларға бәдәуи келді. Бәдәуи пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сұрақтар қойған кезде сахабалар қуанды. Себебі ол сахабалар сұрауға ұялған сұрақтарды қойып сұрап отырды. Бәдәуи пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға маған жақсылықты үйретші деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оның қолынан ұстады да: Субханаллах, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар деп айт деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл іс-әрекетіне назар аударыңызшы. Егер де сіз адамдармен сөйлесу барысында сөзіңіздің оған жетуін қаласаңыз, қолыңызды оның қолына не иығына қойыңыз. Ол сөзіңіздің жетуіне ықпал етеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам тек мынаны айт немесе мынаны істе деп қана қойған жоқ. Ол алдымен оның қолын алды. Содан кейін ол бәдәуи кетті. Кейін қайта оралып былай деді: Я Алла елшісі, Субханаллах, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар. Бұл Алла үшін ғой, ал мен үшінші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұған былай деп жауап берді: Сен Субханаллах дегенде Алла саған сен шындықты айттың дейді. Сен Альхамдулилля дегенде Алла сен шындықты айттың дейді. Сен ла иляха иллаллах дегенде Алла сен шындықты айттың дейді. Сен Аллаху акбар дегенде Алла тағала сен шындықты айттың дейді. Сен Аллахум мағфирли, Алла мені кешірші дегенде Алла тағала мен сені кешірдім дейді. Сен Аллахум мархамни, я Аллахым маған рақым ет десең, Алла тағала мен саған рақым еттім дейді. Сен Аллахум марзуқни, я Аллахым маған ризық берші десең, Алла тағала мен саған бердім дейді. Бәдәуи саусағымен 7-ге дейін санады да кетіп қалды. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деді: Алла тағаланың ең сүйікті сөздері Субханаллах, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар деген сөздер. Және ол бұл сөздерді қайталаушыны күн шығыс пен батысқа дейінгі барлық нәрселерден де артық көреді деген. Кімде-кім Субханалла деп күн шыққанша 100 рет қайталаса, бұл Алла жолында 100 мәрте құрбан шалғаннан да жақсы болады. Кімде-кім күн шыққанша және күн батқанша 100 рет Альхамдулилля деп айтса, бұл 100 ертоқым салынып дайындалған атты Алла жолында бергеннен жақсы. Кімде-кім күн шыққанша және күн батқанша 100 рет Аллаху акбар десе, бұл Алла жолында 100 құлды азат еткеннен де жақсы. Ал кімде-кім күн шыққанша және күн батқанша 100 рет ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика лаху, лахул мулку ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтса, қиямет күні бірде-бір адам оныкінен асқан жақсы істермен келмейді. Тек ол сияқты сол сөздерді сонша мәрте немесе одан да көп айтқан адамнан басқа деген. Сосын сен Я Алла мені кешірші дейсің, Алла кешірдім дейді. Сен Я Аллахым маған рақым етші дейсің, Алла тағала мен саған рақым еттім дейді. Сен Я Аллахым маған ризық берші дейсің, Алла тағала мен саған бердім дейді. Бұл 4 сөз Субханаллах, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар небәрі 10 секунд уақыт алады. Және көбі ризық сөзін тек материалдық байлық деп түсінеді. Алайда сіздің дұға етіп, намаз оқып, немесе осы бейне жазбаны тыңдау мүмкіндігіңіздің өзі ризық. Сізді асыға үйде күтіп отырған жақындарыңызбен көрісуіңіздің өзі ризық. Құран оқып, кем дегенде бір аятты жаттауыңыздың өзі ризық. Бәрі өте қарапайым. Субханаллах, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар. Аллахум мағфирли, Аллахум мархамни, Аллахум марзуқни. Алла бізге өзін әр уақытта еске алуды және тек адал іспен айналысуымызды нәсіп етсін. Әмин.